Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі тез дайындалатын, бәрінен де бұрын майсыз дайындалатын американдық панкейк жасап бөлісетін боламын. Видео ұнап жатса міндетті түрде соңына дейін көріп, тіркеліп, пікір қалдырып, қазақша контентті қолдай кетіңіздер. Бізге қажетті ингредиенттер: мен ең әуелі ұным мен қосқышымды араластырып аламын. Ыдысымызға бір жұмыртқа салып, оған шекерімізді қосып жақсылап араластырып аламыз. Сосын жылы сүтімізді құямыз. Ерітілген сармайымызды құямыз. Сосын менде алдын ала електен өткізілген ұнымды 2 немесе 3 бөлікке бөліп салатын боламын. Бірден сала салмаймыз. Енді табамыз құрғақ әрі қыздырылған болу керек. Сосын орташа отқа қойып, осылай пісіріп шығамыз. Мінекей осындай көпіршік пен тесіктер пайда болғанда екінші жағына ауыстырамыз. Осылай барлығын пісіріп шығатын боламыз. Достар, міне таңғы асымыз дайын. Мен осылай жеміс-жидектермен әсемдедім. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша шоколад, сушонка, басқа заттармен жесеңіздер де тіпті күшті дәмді кетеді. Видео ұнап жатса міндетті түрде тіркеліп, соңына дейін көріп, қазақша контентті қолдай кетіңіздер. Бас болсын.